Сәлем достар, сіздермен Динара. Дастархан каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін өте пайдалы және әрі тез жасалынатын жеміс-жидектер салатының рецептісін ұсынамын. Бізге қажет ингредиенттер: 2 алма, 2 мандарин, 2 киви, банан және йогурт. Барлық жеміс-жидектерді жуып, тазалап аламыз. Жеміс-жидектердің барлығын 4 бұрышты формасына кесіп аламыз. Салат өте дәмді, әрі денсаулыққа өте пайдалы болып келеді. Бұл салатта алманың кез келген сортын таңдап алсаңдар да болады. Немесе бұл салатқа кез келген жеміс-жидектерді де қосуға болады. Қыздар, өз еркіңізбен, әркім өз не жақсы көреді, соны қоссаңыздар да болады. Бананды да кивиді 4 бұрышты формасына кесіп аламыз. Мандариннің сүйектерін тазалап аламыз, жақсылап. Бұл салатқа апельсинді да қосуға болады, бірақ апельсин өте қышқыл болғандықтан мен мандаринді қостым. Ал бізде осындай салат дайын болды. Енді йогуртты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, алда өте дәмді тамақтардың рецептісін көрсететін боламын. Және торттардың, пирогтардың рецептісін көрсететін боламын. Қалай өте тез жасауға болатын. Сондықтан подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Осындай керемет салат дайын болды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Осы видеоның астына комментарий жазып кетіп, лайк басаңыздар және подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара. Ас болсын!